Ассалаумағалейкум алаш жұрты. Кемеліне келген кешегі кемеңгер бабаларымыздың сөйлеу мәдениетінде астарлап сөйлеу, тұспалдап сөйлеу, жұмбақтап сөйлеу сияқты сөйлеу мәдениетінің ерекше үлгілері мен түрлері болған. Бүгін біз соның көбін ұмыттық. Сол сөйлеу мәдениетіне жататын екі оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Бірде сырым бір жолдасымен бір үйде шай ішіп отырады. Шай құйып отырған сұлу келіншектің күйеуі шал адам екен. Сырым қасындағы жолдасына қарап, пай, аққудың қасында жапалақ жараспайды екен ау деп қағытады. Сонда үй иесі келіншек: сіз бір кезде тай жейтін сырым едіңіз, енді қой жейтін сырым болдыңыз. Әр нәрсе өз тұсында емес пе дейді. Сөздің мәнісін түсіне қойған сырым ары қарай әңгімені өрбітпейді. Тағы бірде сырым жолаушылап келе жатып, тағы бір үйден шай ішіп отырады. Шай құйып отырған сұлу бойжеткен қызға қарап, пай, мына үйдің мінсізін-ай, бірақ шаңырағы шалқақтау ма қалай дейді. Сонда қыз: шаңырағы шалқақтау болғанымен түтіні түзу шығады деп бірден жауап қатады. Бұндағы сөздің мағынасы шаңырағы шалқақтау ма қалай дегені басың бос па деп сұраған екен. Ал қыздың түтіні түзу шығады дегені басым бос деп оған көнген сыңайды танытқан екен. Осылайша сырым сол қызға үйленді дейді. Кешегі біздің бабаларымыздың қыздарға сөз салуы, сөйлесуі, бір-бірімен тілдесуі, бір-бірінің ішкі әлемі мен рухани болмысын сынауы осындай астарлап сөйлейтін сөздері арқылы да жүзеге асқан екен. Қаперлеріңізбен жарларыңызда жүрсін ағайын.